Қарахан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында Жетісу, Сырдария және Ферғана аймағында құрылған түркі мемлекеті. Ол 940 жылдан 1212 жылға дейін өмір сүріп, Орта Азиядағы алғашқы мұсылман түркі мемлекеттерінің бірі болды. Мемлекет негізінен қарлұқ тайпаларының бірлестігі арқылы құрылды. 940 жылы Саттық Боғра хан Баласағұнды басып алып, Қарахан мемлекетін құрды. Мемлекет көшпелі және жартылай көшпелі түркі тайпаларын біріктірді. Қарахан мемлекетінің аумағы Жетісу, Талас, Сырдария, Ферғана, Шаш және Баласағұн аймақтарын қамтыды. Астаналары Баласағұн, Үргеніш және Сырдария бойындағы қалалар болды. Мемлекетті қаған басқарды. Әскер тайпалық құрылымға сүйеніп ұйымдастырылып, жылқы мен садаққа негізделген көшпелі әскер болды. Қарахан мемлекеті көршілері селжұқтар, қыпшақтар, саманилер және хорезм мемлекеттерімен қатынаста болды. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан сауда, қолөнер және ауыл шаруашылығы жақсы дамыды. Ислам діні мемлекеттік дін ретінде қабылданып, мешіттер мен медреселер салынып, мәдениет пен білім өркендеді. 12-13 ғасырларда ішкі бөліністер мен сыртқы қысымдар мемлекетті әлсіретті. 1212 жылы Қарахан мемлекеті құлап, жері қыпшақтар, хорезм мемлекет және басқа күштердің қолына өтті. Қарахан мемлекеті түркі халықтары арасында мұсылман мемлекетінің қалыптасуына үлес қосты. Орта Азиядағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз етті. Сауда мен мәдениетті дамытты және кейінгі түркі мемлекеттері үшін үлгі болды.